Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қуырылған пирожки дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерден міндетті түрде өте керемет пирожкилер шығатын болады. Ендеше соңына дейін қараңыздар. Бірінші аппарасын дайындап аламыз. Ыдысымызға 250 мг жылы суды, оның үстіне 2 ас қасық қант және де 2,5 шай қасық дрожж және де 2 ас қасық ұнымызды салып, венчикпен жақсылап, біркелкі болғанша араластырып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Он 15 минут өткеннен кейін 1,5 шай қасық тұз және де 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Достар, менің әр аптада шыққан жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Жақсылап осылай илеп аламыз пирожкиміздің қамырын, одан кейін оны салафанға саламыз. Алдын ала мұздатқышқа, баклажкаға су құйып, салқындатып алғаннан кейін осындай ыдысымызға салып, су неғұрлым салқын болған сайын жақсы болады. 20 минутқа қамырымызды қалдырамыз. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Пиязымызды турап, қуырып аламыз, кішкене ғана май құйып. Піскен пюре етіп езілген картошкамыздың үстіне пиязымызды, қалауыңызша тұз және де бұрышты салып араластырып аламыз. Пирожкиміздің тестасы дайын болғаннан 20 минуттан кейін осылай судың бетіне қалқып шығып көтеріледі. Оны осындай бөліктерге бөліп, менде 23 пирожки шықты осы рецептпен. Қатты үлкен қылған жоқпын, кішіректеу етіп кесіп дайындап аламыз. Осылай оқтайдың көмегімен кішкене ұнды себе отырып, қатты жұқа етпей жайып, ішіне салмасын салып түйетін боламыз. Пирожкилеріміз пісіру барысында ашылып кетпес үшін қатты жауып, осылай аунатып, кері аунатып қоямыз. Қызып тұрған майда бағанағы жабыстырылған жерін астына қаратып пісіретін боламыз. Орташа отта қызарғанша пісіріп аламыз. Пирожкилер өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.